Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Дәл осы видеоны Фаберлик компаниясында жұмыс жасайтын компанияның тауарларын қолданатын консультанттарға арналады. Алдыңғы номері 18, номері 19 каталогта біз купондар алдық. Сол купондар енді қолданысқа ие болды. Оны біз қалай қолданамыз? Ол үшін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз, регистрационный номер және құпия сөзіңізді енгізіп. Ол үшін осыда тұрған приложение арқылы кірсеңіз болады, немесе кез келген браузер арқылы поисковикке Фаберлик деп жазып кірсеңіз де болады. Мен осы приложениені қолданамын. Приложениеге кірген уақытта осылай біз кіреміз. Және де мына профиль деген жерден біздің өзіміздің жеке кабинетіміз шығып тұрады. Енді мен өзім кіріп тұрмын. Мен корзина бөліміне барамын. Кешірім сұраймын, кабинет орыс тілінде. Осы жерде кірген уақытта ең алдымен жоғарыда тұрған пункт выдачи деген жерді сақтап аласыз. Өзіңізге қажетті жаңағы заказды қай жерден аласыз, сол адресті енгізесіз. Екінші, жаңағы купондарды пайдалану үшін перейти к акциям деген жерді басасыз. Кірген бетте бізді осындай акцияларға көшіреді. Және де осы жерде купоны и карты деген жерді бассаңыз, не забудьте использовать зимние скидки минус 50% деген шығып тұр. Осының үстінен басып, өзіңізде бар купондарыңызға осы жерден кез келген тауарды алып алсаңыз болады. Мен 25 тауар алсам болады екен. Жалпы сізде номері 18, номері 19 каталогта неше купон алдыңыз, сол осы сіздің жеке кабинетіңізден суммасы шығып тұрады. Видео түсінікті болды деген ойдамын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.